Hayırlı geç kalın. Ayvarlı ağalar, жайларлы жеңіттер, бүгін мінекей осы ордалы оңтүстікте ғана емес, бүкіл оңтүстікке жатады. Енді мына Таразымыз бар, Қызылорда, Түркістан қаласында, зиялы қауым өкілдеріміз халықтың арасындағы әдемі сырлы сұхбаттың, рухани танымды әдемі отырыстардың өтуіне себепкер болып жүрген Дария дамыту орталығы жетекшісі Ерболат Сұлтанмұрат деген бауырымыз. Елге бір орныңыздан тұрып қойыңыз. Неге осындай үзіліп отырайын. Бітер істің басында қазақ жақсы келер қасына деп, неге осындай игілікті, ізгілікті істердің өтуіне мұрындық болып жүрген азаматтың бірі осы Ерболат бауырымыз. Енді болатын елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Осы болатын өсетін елдің азаматтар ретінде бір-бірімізді өстіп, абыройымызды асырып, қошеметтеп, көтермелеп жүретін жағдай бар. Енді қазақ өтпейтін заттың жарнамасы жақсы болады дейді. Мен енді Ерболаттың жалғыз өзін осы жерде мақтай беруге хақым жоқ, себебі әрқайсыңызда атан түйеге жүк болатындай үлкен жүкті көтеріп, осы елге, жұртқа пайдамыз тисе, жақсылығымыз, шарапатымыз тисе деп жүрген азаматсыздар. Қырықтың бірі қыдыр, оның бірі уәди дейді. Әрбір жанды қыдыр деп, әрбір түнді қадыр деп біл дейді. Осы қадырымен қасиеті жарасып, осы бір аз болса да саз болсын, бір әдемі мәнді мағыналы отырыс болсын, сұхбат болсын деп біз арнайы ислам танушы Нұр Мүбәрак Египет Ислам университетінің магистрі Данияр Сүлеймен мырзаны ортаға шақырып отырмыз. Өзінің құнды, кәдімгі әдемі еңбектерімен кітабын оқып, еңбегімен танысқан боларсыздар. Олай болса, дәке, Ордалы оңтүстікке қош келдіңіз. Сіздер де қош келдіңіздер деп бір құрмет, қошемет жасап қойыңыздар ағайын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті қонақтар. Шымкент мінекей шын қалаға, шырайлы Шымкент жұртына да мінекей атбасын тіреген күн туатында күн болады екен. Алла тағала осындай берекелі жиындардың айырмасын. Сіздердің де мінекей бүгінгі жиынға келгендеріңізге көп рахмет. Бәріміздің негізінде илегеніміз бір терінің пұшпағы. Қалай елімізді көркіндетеміз, қалай отбасында бақытты боламыз, қалай ұл қызымызды салиқалы етіп тәрбиелей аламыз, қалай үлгілі әке, үлгілі ана бола аламыз деген арман тілек. Мінекей барлықтарымызды осындай бір ұлы мақсат бір жерге бүгін бір дастарханның басында бас қосуымызды нәсіп етіп отыр. Енді құрметті ағайын, өздеріңіз білесіздер, ең бақытты әйел деген кітаптың авторы ретінде танылдық. Бұл енді кішігірім еңбегіміз. Сүлеймен пайғамбарға барлық патшалық берілген кезде Сүлеймен пайғамбар айтқан екен де, «Хәза мин фадли рабби» дейді. Бұл маған Раббымның берген артықшылығы деп. Сол себепті әрқайсымыздың бойымызда Раббымыздың берген артықшылығы бар. Бірақ оның өзі не үшін екен? «Лияблуани ашкуру ам акфур» деген да, Сүлеймен пайғамбар аяттың ар жағында. Мені сынау үшін деген да, мен шүкір етемін ба, жоқ күпір етемін ба деп. Сол себепті біздің өміріміз шүкірдің аясында құрылу керек. Олайын шакарту ла азиданнакум дейді Құранда. Егер шүкір етсеңдер, мен арттыра беремін дейді. Нығметіміздің арттырғанын қаласа шүкірді болайын ағайын. Сол себепті мен Алла тағалаға шүкір етемін. Енді мынандай бір әдемі сөз бар. Кімге кім? Есігі ашылып қойған дейміз ба, қалай дейміз? Кімде кім оянған фитнаны бүлік дейміз ғой. Оянған бүліктердің есігін жабуға тырысса, соны Алла мейіріміне бөлесін дейді. Кімде кім ұйықтап жатқан бүлікті оятатын болса, ол адам лағнеттеледі дейді. Сол себепті біздің бұл жердегі жиналудағы тағы бір негізгі мақсат, қазір өкінішке орай тарап кеткен үлкен бүліктер бар қоғамда. Оны мойындау керек. Қазір интернеттің өзінде жас бала өзінің жасына сәйкес үйренетін нәрсені уақытынан бұрын көріп қойып жатыр. Бұл нәрсе әрине
уақыттан бұрын болған нәрсе, ол белгілі деңгейде адамның психологиясына, моралына зиян келтіреді. Бұны мойындау керек. Ең бақытты әйелді кітабын жазудың да негізгі бір мақсаты осы болатын. Шіркін осы өзіміздің қазақтың қарагөз қыздарына, анау жақтар Қытайға кетіп жатқан, анау жақтар басқаға кетіп жатқан өзіміздің қарагөз қыздарымызға осы өзіміздің дәстүрлі құндылықтарымызды, өзіміздің діни құндылықтарымызды, отбасылық құндылықтарымызды, адамгершілік құндылықтарымызды бір түсіндіріп, қайтадан жаңағыдай білетін нәрсесін есіне салып отыру. Өйткені Құранда да айтады ғой. Еске сал дейді, еске салу мүміндерге пайда береді. Естен қараңыздар, мүміндерге пайда береді. Анау адам еске салудан пайдала бермейді, мүмін адам пайдалады екен да. Абайдың айтатыны ғой. Әуелі мүмін болсаң иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол дейді. Сол иман сізге барлық нәрсеге жол ашады. Сіздің жаңағындай біреудің айтқанын қабылдай алуыңызда, Құранның айтқанын қабылдай алуыңызда, сізге келіп жатқан артықшылыққа шүкір ете алуыңызда, бәрі сол иманның негізінде өрбитін мәселелер. Сол себепті жаңағындай осындай мәселелерді қолға алынды. Енді жалпы Құранда айтқандай, мен өзімнің зерттеп жатқан тақырыбым, құрметті ағайын, Құрандағы адам психологиясы негізінде. Мен диссертациямда да осыны деп жақында қорғаймын, Құдай қаласа, 2,5 жылдың көлемі болды, мен осы тақырыпты зерттеп жатырмын. Өйткені біздің белгілі бір табиғатымыз бар. Біз қоғамда әйел ер болып бөлінеміз. Сол әйел ер болып бөлінген кезде өзімізге тиесілі табиғатымыз бар. Сол табиғатты жаратушыдан артық ешкім білмейді. Сіздің негізгі психологияңыз Құранда жатыр. Және сол психологияны бетіңізге айтатын да Құран. Оны сізге досыңыз да айта алмайды, басқа да айта алмайды, кейбір ұстазыңыз да жасап қалуы мүмкін деген сияқты. Бірақ Құран сізге айтады, сен мынандайсың дейді. Сен мынандай болғанда дұрыс боласың, мынандай болған кезде төмен кетесің дейді. Мен оған көзім жетті. Сол себепті жаңағыдай Құран мен психологияны байланыстырып қарастырып отырсаңыз, менің зерттеу объектімді, зерттеу негізімді осы. Жалпы мына ең бақытты әйел кітабын ашып қарағанда өзі де байқайды. Ішінде дін де бар, психология да бар, қазақи дәстүр де бар, бәрін қамтуға тырыстық. Енді құрметті ағайын, лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим деген аят бар. Тин сүресінде өздеріңіз білесіздер, біз адам баласын көркем бейнеде жараттық дейді. Көркем бейнеде жараттық, бірақ сол жаратылыс, сол көркем адамдардың ішіндегі ең сұлуы әйел кісі, мойындау керек. Ер адам сұлулыққа құштар келеді. Мағжанның да көптеген өлеңдерінде келеді ғой. Сұлулық деген мәселе. Әйел адам сұлу жаратылыс. Бірақ сол сұлулықтың өміршең болу жолдары да бар екен. Оны біз қалай өміршең боламыз? Пайғамбарымыз неге мысалға дүниедегі намазын оқыған, оразасын ұстаған иманды әйелді ертеңгі хор қыздарынан да сұлу болады деді. Өміршеңдік жалғасы бар әйелдің сұлулығының. Бұл дүниеде де әйелдің өміршеңдігі бар, сұлулығының. Яғни қартайғанымен оның сұлулығы кетеді ғой. Бірақ оның тәрбиелеген ұрпақ арқылы оның сұлулығы ары қарай жалғасады. Ол ананың аты ешқашан өшпейді, ондай ананың аты. Түсініңіздер ғой. Мысалы қараңыз, мынандай бір оқиға болды. Естіп жатыр ғой, мен маған бір түрлі естіліп жатқан жоқ сияқты. Бір құдалыққа бардым мен. Қонақ ретінде шақырдым. Діни маман болғаннан кейін де кішігірім Құраныңызды оқып жаңағыдай бір-екі сүбелі сөзіңіз айтсаңыз деп шақырды. Шақырғаннан кейін бардық, жұбайымды ертіп бардым. Негізі барған адамдарды танимын. Ол жерге келіп жатқан қонақтарды танимын. Сонда бір тәтеміз менің жұбайымды шақырып бүйтіп айтқан екен да, Данияр айтшы, жолдасың айтшы, жақсы достары жоқ па екен? Жақсы достары бар ма екен бір? Қызыма деп. Түсініңіздер ғой. Қызын тұрмысқа бергісі келіп жатыр. Енді мен ол кісіні танимын, қызының жасы біраз ұлғайып қалған, жасқа келген. Сосын мен барып қалжыңдадым, сіз қызыңызды қимай жүрсіз бе, әлі бермепсіз ғой тұрмысқа деп. Сіз сувенир қылып сақтап қойыңыз ба деп сөйтіп, енді білмеймін, қайдан білейін енді балам. Келесі жылы жасы 29-ға келеді дейді. 29-ға келеді, енді біреуің бар ма деп сұрасам, жоқ деп айтады дейді. Ұялама, немесе ұялама дейді жаңағындай. Әйтеуір біраз қыз балаға қиын ғой, өзің білесің ғой, білемін, қиналып та жүргенін білемін, уайымдап та жүр дейді.
Сол енді бір жақсы бір достарым болса, жаңа әйелің арқылы сұратқанмен ғой. Сол мен айттым енді дәл қазір не қыла алмаймын, көрейік енді. Айтып көрейін дегенде айттым. Сөйтіп не керек үйге келдім. Біраз күндер өтті. Апталар өтіп кеткен шығар. Соны бір күні бір кітап оқып отырмын. Кітап оқып отырған кездегі жаңа нәрсе сап ете қалды мына жерге. Ана кісімен болған әңгіме. Сонда ол кісімен әңгіменің арасында мынандай да әңгіме болған. Жаңағы құдалыққа бардым ғой мен. Негізі сол үйдің қыз алынып жатыр. Мен айттым да, сіз қызыңызды әлі өткізіп отырсыз ғой, жұрттың қыздары кетіп жатыр ғой әйтеуір. Сіздің қызыңыз кетпей жатыр ғой деген сияқты. Енді оларға құда түсіп келіп жатыр ғой дейді. Әкесі ананың әкесіне айтқан, келіп қыздың әкесіне, қызыңды менің балама берші. Түсіндіңіз бе? Сосын мен ойландым, проблема демек бізде екен, ата-анада. Яғни біз өзіміз мықты болсақ, әйел мықты болса, еркек мықты болса, мықты бол. Сіз жаңа да айтыңыз ғой. Еркек мықты болса, әйел мықты болса, біздің ұлы қызымызға құда түсетін адам очередьқа тұрады. Түсіндіңіз ғой? Біз қиналмаймыз. Адамыз деп қиналмаймыз. Күйеуім, ұлым үйленбей жатыр, күйеуім тұрмысқа шыға алмай жатыр деп қиналмаймыз. Біз таңдаймыз. Түсіндіңіздер ғой? Ана кісінің әкесі де шешесі де сондай имандылық жолдысы. Мына жақтағы бір имандылық жолдысы келіп, қызыңды менің балама берші деген. Түсіндіңіз бе? Құда түседі. Өзі келіп өтінген. Сөйтіп жаңағындай ұлы мен қызын кездесі бір-бірін алып, сөйтіп алды. Қараңыздар, қандай оқып. Өмірде болып жатқан оқиға, құрметті ағайын. Яғни проблема бізден кетіп жатыр. Проблема бізден кетіп жатыр. Ертең ұлым тұрмысқа үйлене алмай жатыр, қызым тұрмысқа шыға алмай жатыр деген проблема болатын болса, ол қазір проблема. Ол қазір проблема. Қазақстанның өте үлкен проблемасы қазір. Демек, біз кінәліміз, ата-ана кінәлі. Ата-ана өзін дұрыс көрсету керек. Сол арқылы оның баласы да, қызы да, ата-ананың авторитетімен қыз бала қабылдайды. Алло. Енді мынандай бір мәселеге тоқтап кетейік. Негізі былай қарап отырсаңыздар, жалпы әйел адам негізі нәзік жаратылыс. Нәзік жаратылыс. Енді әйелдер қауымын айтып отырмын, біраз сіздерге не болсын, стимул болсын да біраз. Өйткені кезінде Салахуддин Аюбидің кезінде, естеріңізде болса, сондай әйел адамдар жеткен отбасылық деңгейден өтіп кеткен олар, түсініп отырсыздар ма? Біз қазір отбасылық деңгейден шыға алмайық, шынымен. Біз өзіміздің отбасымызды реттей алмай жатырмыз қазір. Былай адамзатқа шығу деген мәселе былай қалды қазір. Отбасымызды реттеп алайықшы бірінші дейміз да. Сөйтіп отырып, елбасын жамандаймыз, ананы жамандаймыз, мынаны жамандаймыз. Өзіміздің отбасымызды реттей алмай отыр. Тіліміз ана жаққа да кетеді, мына жаққа да кетеді. Айналайын, отбасыңды реттеп ал бірінші. Өтірік бар рас. Сол себепті жаңағыдай Салахуддиннің кезінде отбасылық деңгейден өтіп кеткен әйел кісі болды. Әйел кісілер болды. Яғни Салахуддин Аюби Құдысты мұсылмандар азат етемін деп кетіп бара жатқан кезде бір әйел алдынан шыққан. 250 мың әскердің алдынан шығып барды. Сөйтіп қолында білген бір нәрсе бар дейді. Сөйтіп жаңағы бүкіл әскер ананың алдында тоқтайды. Ананың деген кезде, ананың деп жатқан жоқ, ананың алдында. Әйел ананың алдында. Түсініңіздер ғой? Тоқтайды да, не дейді? Не болды дейді? Мен дейді, ер адам жорықтап болмаймын дейді. Мен балаларымды жібердім дейді. Менің күйеуім осының ішінде дейді. Мен қолымнан келген бәрін нәрсені жасадым дейді. Енді мен тақта жасағым келіп тұр. Мынау менің шашымды кесіп алдым дейді. Шашымды кесіп алдым. Атыңның жалына өріп қойшы, сенімен бірге алла жолда жүрсін дейді. Сондай әйел кісілер болған. Әйел кісінің қолынан үлкен мәселелер. Әйел кісі салиқалы болса, әйел кісі өзінің функциясын таныса, әлем дұрыс болады. Себебі қазақ деген үлкен философияны бір сөзге сыйдырып жіберген да. Қоғам түзелуде ең әуелі не дейді? Қоғам бұзыларда ең әуелі не дейді? Әйел бұзылады дейді. Бұны теріске айналдырған кезде қоғам түзелуде ең әуелі не? Әйел түзеледі деген сөз шығады. Түсініңіздер ғой? Сол себепті бұл маңызды. Енді әйел кісі нәзік жаратылыс болғаннан кейін, оның ісі бірден нәтиже бермейді, көп көрінбейді.
мысалы біз ер адамбыз жаңағыдай о деп таңертең ерте тұрып аламыз, намазды оқимыз, оқымасақ қазарыламыз деген сияқты ғой. Сосын әйтеуір апыл-ғұпыл киініп, шайымызды ішпесек ішпеп жұмысқа асып кетеміз. Сонымен кешкі 11-де, 12-де, кейде 1-2-де бірақ оянамыз, келіп ораламыз. Сонымен қалтамыздағы бір-екі тапқанымыз бар, неміз бар, беріп қоямыз деген сияқты. Біздікі әйтеуір көрініп жатыр, мен жасап жүр деп жүреміз да, мен жасап жүр. Бірақ ер кісі негізгі көңілінен ер кісі жасап жатыр да, бірақ оның ісі көрінбейді. Оның ісі 17-18 жылдан кейін сіздің ұл қызыңыз азамат болғанда көрінеді. Олар атқа қонады ғой, атқа қонады көрінеді. Ол кісінің еңбегі қазір көрінбейді. Сол себепті бағалау керек.